баракатты, қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге жалпы жыныстық қатынас арқылы жұғатын инфекциялар туралы сөйлесеміз. Бұл инфекциялар қайдан келеді және де қандай түрлері бар? Бәрімізге қызық та. Біз үшін жасыл выделение все, виноват только сенің күйеуің. Басқа ешкім емес, біреуге барды, жұқтырды, әкелді, бітті. Сәл бірдеңе сырға така шығамыз. Мен что-то выделение келіп жатыр, мен что-то өзгеріп жатыр. Сен не то, сен бірдеңеге бардың да. Біз бәлеқұмармыз, былай айтқанда. Ендеше шын мәнінде негізінде бізде қандай инфекциялар жыныстық қатынас арқылы жұғады. Оны білу үшін міндетті түрде маған лайк қойып кетіңіз. Видеоны соңына дейін көруіңіз керек болады. Және де әрбір видеоны тез көру үшін уведомление қосып қойды, ұмытып кетпеңіздер. Ендеше негізгі хит инфекциялар бұлар бізде хламидия, трихомонада, гонорея, сифилис және ВИЧ. Негізгі 5 хит инфекция бар. Одан бөлек микоплазма. Микоплазма тоже жыныстық қатынас арқылы жұғады. Но бізде кейбір ұстанымдарға сенетін болсақ, бұл типа әйелдің өзінде болады, и сол арқылы әйел оған жұқтырады. Жоқ, на самом деле бұл жыныстық қатынас арқылы жұғатын инфекциялар қатарына жатады. Бұл жұққан кезде қалай? Неге бұл ауа арқылы жұқпайды? Бұл ауа арқылы да, шын мәнісі бұл қонып жететін инфекция емес. Жыныстық қатынас арқылы әйелге, әйелден еркекке жұғуы мүмкін, немесе сіз сол инфекция сізде бар, сіз сол арқылы бала босанған кезде балаға өтуі мүмкін, солайынан жұқтыруыңыз мүмкін да, немесе сол адамның қанын алып, инфекциясы бар адамның қанын алып, сізге құйса болуы мүмкін. Қалған жағдайда бұл инфекция просто так, общий баня, бассейн, или жаңағы туалетке отырғаннан содан жұқпайды деген нәрсе емес. Так что ондай сказкаға сенетін заман емес. Неге? Потому что мен өзім жақсы білемін, когда-то вот осындай случай болған кезде мені алдамақшы болған. И говорю, я врач. Да, енді бізді білесіз ғой, енді біз айтпасақ енді жаңағыдай сендер ажырасып кетеді деген сияқты өздері ақтап шығады да. Әрине дәрігерлер көбінесе бұл нәрсені жасырады. Неге? Себебі сіздің отбасыңыз шайқалып кетпеу үшін. Дегенмен бұны сіз білуіңіз керек. Неге? Себебі сіздің маткаңыз шайқалып кетпеу үшін. Неге? Сіздің мынау жатырыңыз, бізде жыныстық қатынас, әрине мен айтпаймын, тек қана еркектер ғана жаңағыдай жүріс жасап отырады. Жоқ, бывает, әйелдер тоже, конечно, да. Но в любом случае, егер сізге инфекция жұқса, бұл осы қанапқа кіреді, мына жерге құйылады. Құйылған инфекция бірденге вау деп жүгіріп мына трубаға өтіп кетпейді. Осы жерге құйылып тұрады. Құйылған жерінен жайлап мынау жатыр мойнының бетін жей бастайды. Мысалы алатын болсақ, мынау біздің жатырымыздың мойны осыншай болады, дәл осылай 4 см болады. Соның бетін бүйтіп қоратып жей бастайды. Одан кейін қалыңдығы мына жерге, одан кейін мынай, одан кейін былай, одан кейін мынаның бәрін жеп тастауы мүмкін. Яғни не істейді? Ірітеді былай айтқанда. Екіншісі бұл не? Яғни басында эктропия болады, потом эрозияға кетеді, эрозияға қарай дисплазия, дисплазияға қарай уже естественно предракқа кетеді. Себебі суланып тұра берген сайын ол шейканың аузын жей береді. Екіншісі, тура солайынан ішке қарай кіреді, матканың ішкі қабатын жидайды. Сізде хронический эндометрит болады, метроэндометрит болуы мүмкін да. Одан ары қарай келеді, бұл трубаға өтеді. Труба олар үшін ең қолайлы орта болып табылады. Не істейді? Трубаға олар үй соғады. Яғни трубаның ішінде бізде көрінеді жидкость жиналып тұр дейді. Гидросальпингс, сактосальпингс деген диагноздар қойылады. Бұл деген не? Әшейін обычно ақ су емес, бұл жерде конкретно бар дүние, бұл ірің, сап-сары, немесе жап-жасыл ірің мынаның ішінде толып тұр деген сөз. Егер действительно ақ су болса, міндет ақ су тышып кетуші, бұл жерде ақ су емес, кәдімгі ірің жиналып, осыдан созылып тұрып қалады осы жерде. Ондай елдерде көбінесе осылайдан гидросальпингс немесе сактосальпингс деп аталынады. Клиникалық көріністе олар қатты ауырсынумен берілуі мүмкін. Кейбір әйелдерде ауырсыну білмейді, непонятно откуда, жүктілік жоқ. Бедеулікпен көрсетеді, вообще жүктілік жоқ. Бывало случай, прям бүкіл анализ күшті, идеально, прям намазхандар тоже күшті болған. Но когда труба проходим тексереміз, труба өтпейді, су ішіге жиналып қалады, арай өтпейді, труба даже жарылып кетуінен сәлек қалған кездер. Неге? Себебі гидросальпингс пен сактосальпингсте көшкөре осындай дүниелер болады. Енді бұның емі бар ма? Өкінішке орай сіз инфекцияны өлтіресіз. Инфекция өлгеннен кейін бывает, енді басталып жатқан кезең болса, бұл кетіп қалатын. Ал инфекция өлсе де ол кетпей қалатын кез болады. Кетпей қалған кезде өкініштісі бір ғана жол, ол сіздің трубаңызды кесіп алып тастау. Дегенмен бұлар бөлінеді. Егер мына жерде жиналса, ірің басында ғана да, бұны тазалауға мүмкіндік бар. Ал егер мына жағында, либо мына жерде жиналатын болса, оны тазалауға ешқандай мүмкіндік жоқ. Өкінішке орай өзі трубасы қалып кетуге тура келеді. Яғни трубаны алып тастайды.
Одан қарай асынған не істейді? Мынау фолликулдарды жей бастайды. Бұны іріңдете бастайды. Мына фолликул бізді доминант өсіп жарылса, ол оның ішінде тек қана ұрық шығып жатқан жоқ қой. Просто ол жидкостьпен шығуы мүмкін, ол іріңдеп шығуы мүмкін да. Яғни мынау тұрған фолликулдардың санын күрт азайтып жібереді. Енді хорошо, бұл маткадан бітті. Еркекте де тура солай. Бастап келеді, потом бүйректен бір-ақ шығады артқа. Басқа жерге оның зияны жоқ па? Мысалы, элементарный хламидия. Егер сізде хламидия болатын болса, байқасаңыз, сіздің мына буындарыңыздың бәрі қақсап бастайды. Бүкіл буындар ауыртады. Соңы ревматойный артритқа дейін әкелуі мүмкін. Аяқ қолдарыңыздың майысып, қисайып кетуіне дейін әкелуі мүмкін. Естественно, балада ми дұрыс дамымайды, бас миы жоқ. Мысалы, бас сүйегі болмайды кейбір балаларда. Яғни инфекция тек қана жатырмен сол еркектердің мүшесіне ғана әсер етпейді. Ол бүкіл ағзада жүргендіктен бүкіл ағзаны ірітіп шірте береді деген сөз ары қарай. Енді бұны жоқ қылып жіберуге болады ма? Мүлдем жоқ қылу невозможно, потому что бұл бір рет жұқтырдыңыз, ол қанға кірді ма, өмір бақи сіздің қанда қалады. Сондықтан сіз қанда бұланған инфекция бар екенін білдіңіз бе, өмір бақи тапсырып отырасыз. Мазот, ПЦР мазот бізде 100% дұрыс анализ екенін көрсетеді. Бірақ оны дұрыс алу керек. Бізде анализ алады, бүйтіп қымытыға салатын кездер болады. Задний сводта астын ғана, былай айтқанда үстіңгі жағын тек астынан ғана ала салатын кездер болады. Ал конкретно шейканың жағынан сервикаль каналын алатын кездер болады. Поэтому инфекцияны емдеу міндетті түрде партнеріңізбен бірге жүреді, яғни сіздің күйеуіңіз немесе партнеріңізбен бірге емделу керексіз. Емді бірдей бастап, бірдей аяқтауларыңыз керек. Ем кезінде мүлдем жыныстық қатынас болмауы керек. Емнің арасы үзіліп, ертең жалғастыру деген нәрсе болмауы керек. Сонда ғана сіз өзіңіз қалаған нәтиже жете аласыз. Ал егер үзіліп, ары қарай неческе болып, одан ары қарай уақыт болмай, естественно, ақшаның тапшылығы тағы басқа нәрсе болатын болса, инфекция просто балалардың ақшасы жоқ, ақшасы болғаннан кейін барып көбейін, күте тұрайын деп айтпайды ол. Ол сразу көбейіп ары қарай жеп кете береді да, яғни сізді күтетін инфекция емес. Сол себептен iPhone алғанша лучше астыңызда жүріңіз. Себебі бұл орында тұрмайтын нәрсе, ары қарай астында жүреді. Ал iPhone күтіп тұруы мүмкін сізді. Пока сол шыға дегенше да. Ендеше барлығыңызға денсаулықтарыңызға тек қана ауырмайтындай халді тілеймін. Иншаллах, тек қана жақсымен ғана, тез еммен ғана бітетін нәтиже болсын. Барлықтарыңызға мың алғыс. Сіздермен бірге болған доктор Сейт Жаппаровна.